Жалпы өскелең ұрпақты жат ағымнан қалай сақтаймыз және оларды мешітке жібермеу осы сақтандырудың бірден бір жолы ма деп сұрақ қойған екен. Біріншіден, жат ағымнан сақтау үшін қазақта айтады, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді. Әке, шеше өзінің ұрпағына өзінің шаңырағында, өзінің имани жолын, осы ата бабасының ұстанып келе жатқан Абу Ханифа мазхабын және дәстүрлерінің сол мазхабпен ұштасқандығын түсіндіріп, антивирусты орнатып отыратын болса, ол ұрпақ келешекте ондай теріс ағымға кетпейді. Бірден бір жолы мен осы деп ойлаймын. Ит қорған жеріне өш дейді, мешітке барма деп балдарды тыя беретұғын болатын болса, онда ол балаға сұрақ туындайды, не үшін барма деп жатырмаған деп. Сондықтан да мешіттен де тыйып тастау, ол сол ағымдардан сақтанудың жолы емес. Керісінше, мектептің уақытында келсін деп айтпаймын. Жаздағы демалыс уақыттарында мешітке өзінің қолынан жетектеп алып келіп, осы мешіттегі арнайы ұстаздардан, білікті мамандардан тәлім үйренетін болатын болса, ол бала ешқашан теріс жолға кетпейді. Сондықтан бірден бір жолы, төте жолы, осы нәрседен, осы дерттен құтылудың төте жолы осы деп есептеймін.